Мен сіздерге қазіргі қазақстандық педагогтарға арнайы әзірленген курсты ұсынуға қуаныштымын. Бұл курс сізге сабақтарыңызды одан да тиімді, интерактивті және қызықты ету үшін негізгі цифрлық құралдарды меңгеруге көмектеседі. Біз сабақтарды стратегиялық жоспарлаудан бастап әсерлі видеоконтент жасауға және ойын элементтерін енгізуге дейінгі жолдан өтеміз. Біздің мақсатымыз күнделікті жұмыста қолдануға болатын практикалық дағдыларды беру. Бірінші модульде біз тиімді сабақтың негізін қалаймыз. Сіздер кері дизайн әдісі бойынша мақсат қоюды және сабақ жоспарларын жылдам дайындау үшін чек қолдануды үйренесіздер. Біз сіздерге дөңгелекті қайта ойлап таппай, сапалы дайын материалдарды қайдан табуға болатынын көрсетеміз. Сонымен қатар, сіздер онлайн түрде әріптестеріңізбен бірге сабақ жоспарлауға мүмкіндік беретін бірлескен жұмыс құралдарын меңгересіздер. Презентация бұл жай ғана слайдтар жиынтығы емес, ол визуалды оқиға. Біз сіздерге сторителлинг қағидаларын қолдануды үйретеміз. Осылайша сіздің баяндамаларыңыз қызықты болады. Сіздер дизайнның негізгі ережелерін меңгересіздер. Характерді, түстерді және суреттерді қалай таңдау керек. Басты лайфхак. Біз PowerPoint дизайнер және Gamma атты жасанды интеллект сервисі арқылы дизайн жасауды қалай автоматтандыруға болатынын көрсетеміз. Видео контенттің ең тиімді форматтарының бірі. Біз оның жасалу процесін толық талдаймыз. Ең алдымен сөйлеуді анық әрі құрылымды етуге көмектесетін сценарий жазудан бастаймыз. Сіздер қарапайым әрі әркімге қолжетімді құралдар арқылы видеолекциялар мен скринкасттарды қалай жазуға болатынын білесіздер. Сондай-ақ біз сіздерді кадрда өзіңіз болмастан тек мәтіндік сценарий арқылы видеороликтер жасайтын революциялық Heigen технологиясымен таныстырамыз. Төртінші модуль оқушыны пассивті тыңдаушыдан белсенді қатысушыға айналдыруға арналған. Сіздер интерактивтіліктің неге соншалықты маңызды екенін және оның қандай түрлері барын білесіздер. Біз интерактивті контент жасауға арналған қуатты құралдар қарастырамыз. PowerPoint үшін Spring Suite, Langrid курстарына арналған Articulate Rise және көптеген шаблондары бар тегін бесіп технологиясы. Сабақты онлайн режимде нақты уақытта өткізу ерекше тәсілді талап етеді. Біз сабақты құрылымдауды үйренеміз. Осылайша оқушылар соңына дейін белсенді болып қалады. Сіздер негізгі платформалардың Zoom, Team және Google Meet артықшылықтары мен кемшіліктері туралы білесіздер. Сондай-ақ біз олардың интерактивті мүмкіндіктерін, топтық жұмысқа арналған сессиондық залдарды, жедел тексеруге арналған сауалнамаларды және бірлескен шығармашылыққа арналған виртуалды тақталарды қалай қолдануға болатынын қарастырамыз. Бұл бөлімде біз мотивация психологиясына тереңірек үңілеміз. Сіздер геймификацияны қалай қолдануға, күнделікті тапсырмаларды ұпайлар мен марапаттар берілетін қызықты квизтерге қалай айналдыруға болатынын, тіпті компьютерсіз де жүзеге асыруға болатынын білесіздер. Біз Kahoot сияқты жедел кері байланыс құралдарын меңгереміз. Бұл арқылы бүкіл сыныптың білімін бірден тексеруге болады. Сондай-ақ мультимодальды коммуникацияның маңызы мен аудио және видео кері байланыстың оқушылармен диалог орнатуда қалай көмектесетіні туралы әңгімелесеміз. Соңғы модуль әртүрлі пәндерге арналған арнайы цифрлық шешімдерге арналады. Математика және физика пәні мұғалімдері функцияларды визуализациялау үшін GeoGebra мен Desmosты меңгереді. Жаратылыстану пәндерінің оқытушылары PhET және Labster виртуалды зертханалармен танысады. Онда күрделі тәжірибелерді ешқандай қауіпсіз өткізуге болады. Ал тіл пәні мұғалімдері тілдік дағдыларды жеке жаттықтыруға арналған Duolingo және Memrise адаптивті платформаларының мүмкіндіктері туралы біледі. Теория тәжірибесіз өлі, сондықтан біз сабақтарда цифрлық құралдарды қолданудың нақты мысалдарын талдаймыз. Сіз тарих сабағын симулятор арқылы қызықты диалогқа қалай айналдыруға болатынын көресіз. Біз физикадан нағыз зертханалық жұмысты виртуалды ортада қалай ұйымдастыруға болатынын көрсетеміз. Сіз қазақ тілінде тұрмыстық диалогты қалай пысықтауға және бірлескен географиялық жобаны қалай жасауға болатынын білесіз. Қорытындылай келе, заманауи сабақтың үш негізгі қағидатын атап өтуге болады. Біріншіден, бұл мұқият ойластырылған жобалау. Мұнда сіз мақсаттан бастайсыз және дайындықты жеделдету үшін технологияларды қолданасыз. Екіншіден, бұл интерактивтілік, оқушыны оқу процесіне үнемі тарту, ойын механикасымен бірлескен әрекет арқылы жүзеге асады. Үшіншіден, бұл сапалы контент, көрнекі жағынан тартымды және сіздің пәніңізге ең қолайлы құралдар арқылы жасалған материал. Біз бұл курс сізді жаңа кәсіби жетістіктерге шабыттандырады деп үміттенеміз.